Сәлем достар, мен Синдира, менің каналымдасыздар. Біз бүгін влог түсіреміз. Ингорда президентский паркқа бардық. Достар, мынау мост шатался, мен қорықтым, бірақ все равно на месте стояла и мынаны түсірдім. Ол реально шатался, мен көрмедім, сосын жүргенде мен анама айттым, то, что мені укачивает, а мама айтты, то, что мынау мост шатается. Я такая... Біз паркке келдік, ол жақта мынандай қыздар әдемі болды. Олар қазір билейді. Мына жақта үлкен шар тұрды. Қараңыздар, оны көтеріп жатыр. Ол қазір воздушный шар болады, өте үлкен. Ауа райы жақсы болды. Мен сіздер үшін түсірдім, поэтому маған подписаться етіп, лайк басып, комментария жазыңдар. Қараңыздар, мына уже почти 20 етіп жатыр, бірақ ол 20 етпейді, өйткені ол қазір үлкен шар болады. Біз мына жақта өте көп тұрдық, өйткені мына шарды ағалар қиындап оны көтерді. Наконец-то бұл шарды көтерді. Қараңыздар, қандай әдемі. Спустя 100 миллиард лет наконец-то подняли этот шар. А мына жақта осы қыздар билеп жатыр. А мына жақта мен, ана жақта бұл алмаға келдім, ал мен оны трогать еттім, Амирге айттым. Стама! Өйткені ол шатасы етті, если бы Амир вообще он көтерсе, вообще болады капец. А мына жақта я увидела то, что сидел пикник, и мамаға айттым. А у нас не было копейши, и мы сели на полотенце. А мына жақта ұлдар карате іштеп жатыр, мен білмеймін. Ну, мен тоже каратеге бардым, қазір бармаймын. Мен танцыға барамын, и менде скоро концерт болады. Достар, қараңыздар, ана қыз тяжелый бір нәрсе көтеріп жатыр. Ал мына жақта мен дерево желанияды істеп жатырмын. Мына жерде вообще невозможно сделать, потому что здесь все уже сделаны. Мен ол жерде лента тақтым ағашқа. Ана жерде қараңыздар, капец, круто. Наверху мынандай зонтиктер тұр, прозрачные, бірақ ол жерде немного зонтиктер разные. Өйткені там еще черный бір нәрсе свет болды. Концерт болды, ана жақта 6 бақан ойнап жатыр. Өте көп адам болды, и өте круто болды. Амир өзінің Маквиннің, как там называется, Мак-машинасын тапты. Но я не разбираюсь в их машинах, поэтому не знаю. Достар, мына жерде өте әдемі краскалар болды. И там адамдар оны суретке салды. Біз де сурет салдып. Ол жақта өте көп алма болды. Біз оны тоже көбейте алдық. Қараңыздар, алмадан алма салды. Достар, қараңыздар, қандай красивый сурет. Алмадан алма. И біздің папамыз оның бір үштігін алғы келді, алса, онда оның бар. Фшу! Деп түседі. Өйткені ол жабысып тұр. Ал мынау менің анам. Погода өте күшті болды. Біз өте көп суретке түстік. Мына жақта концерт болған. Балалар билеп жатқан, и даже взрослые люди. И мен де мына жаққа түстім. На красный шарға. Мына жерде көп алма болды. Біз оны алып үйге бара алмай бардық. И біз оны алмаларды колясқа астына салып, мегаға кеттік. Сосын мен ол жақта апамды встретить еттім.
Достар, влог ұнаса лайкты аямаңыздар. Мына жерде қараңыздар. Мені мынау кішкентай штучкада аунада, если я руки положила, то мои руки застревали. Я такая, папа, потому что папа это не увидит и меня дальше будет катать, а моя рука свернется уже, я буду шаурма из руки. Сосын біз мегаға бардық, мен плум ти алдым. Қараңыздар, ол клубника кокос, мен өте жақсы көрем клубника кокосты. Ол очень сильно вкусный, прям обожаю. Оның цветі тоже красивый. Мына жерде мен кішкентай штучкасын аштым, сосын іштім, өте вкусный болды. Ал мына жерде мен оны суретке түстім. Ал сосын мен ұмытып қалдым оны. Достар, менің влогым сіздерге ұнаса, лайк басып, подписаться, комментарий жазыңдар. Ал келесі видеода кездесеміз, өйткені келесі видео өте крутой челлендж был. Всем пока-пока!